Мен қазір Америкада NPR деген радио бар, National Public Radio дейді. Соның қызметкердің Twitter'ын оқып отырамын. Facebook'та CNN, BBC News соларды қараймын. Олар араластырмайды. Енді ол үлкен корпорация журналистер. Бірақ олар араластырмайды екен деп, мысалы Қазақстанда да араластыруға болмайды деген сөз емес. Себебі бізде, қайтып айтамын, екі бөлек дамытып жатырмыз. Бізде Қазақстанның алға қойып отқан медиаға қатысты, бұқаралық ақпарат құралына қатысты көзқарасы ұстаным басқа. Екінші мәселе, блогшы емес, белсенді интернет қолданушы дейтін болсақ, содан кейін әлеуметтік желіні құрал деп танысақ. Мысалы, Twitter ол құрал, Facebook ол құрал, жеке блог ол құрал. Адам құралды қалай қолданады? Мысалы, біреуін балға деп ал, біреуін қасық деп ал, біреуін тағы не деп аласың, біреуін шеге деп алайық, иә? Немесе орындық деп ал, ол да құрал отыратын. Сен әрбір ситуацияға, оқиғаға байланысты, сен бір сәтте бәлкім балға мен шеге қағу керек шығарсың. Келесі сәтте сен орындыққа отыруың керек шығар. Адам жағдайға байланысты сен құралды қалай қолданасың, меніңше мәселе соған қатысты. Егер бір адам жоқ, мен барлық жерде бірдей сақтаймын десе, ол балғаны бәлкім универсалды қолданғысы келетін шығар. Балғамен ол адамның басынан тоқытып ұрғысы келетін шығар, ол шегеде қаққысы келетін шығар деген сияқты. Яғни ол өз еркі, бірақ оның тиімділігі, эффектісі қалай болатындығы сұрақ сол тұрғыдан келіп отыр ғой. Ол енді меніңше аса тиімді бола қоймайтын сияқты. Себебі мен бір адам Twitter'ында, Facebook'ында оқитын болсам, және ол бір ақпаратты барлық жерде беретін болса, бәлкім мен оқудан бас тартатын шығармын, жеке өз басым. Жалықтырып жібереді, ол басқа ақпаратты көміп тастайды, маған маңызды. Екінші қойған сұрағың жаңа медиадағы енді қателік емес, бірақ ол self-identification дейді, яғни өз-өзіңді кім екенін анықтап алу. Мәселен, сіз Айнұрсыз, сіз интернет қолданасыз, Facebook'тасыз, сіз кімсіз? Сіз B-News-тың жүргізушісі болып тіркеліп отырсыз ба? Жоқ әлде сіз құрбыларыңыз үшін жай ғана Айнұр ретінде ғана тіркеліп отырсыз ба? Жоқ әлде сіз болашақта болуыңыз мүмкін бір кәсіби маман ретінде тіркеліп отырсыз ба? Сіз өзіңізді анықтап алыңыз, сіз өзіңізді кім ретінде көрсеткіңіз келіп отыр, себебі сіздің брендіңіз қалыптасып жатыр, сіздің екінші өміріңіз жүріп жатыр ол жақта. Сондықтан осы бренд қалыптаспағаннан кейін адамдар түсініксіз болып қалады. Мәселен, кейбір достарым бар интернетте, Facebook'та журналист. Маған түсініксіз, мен олармен Facebook'та дос ретінде қарым-қатынас жасап отырмын ба? Жоқ әлде мен олмен әріптес ретінде қарым-қатынас жасап отырмын ба? Себебі мен дос ретінде бір пікір жазып қойсам, мен оны досым деп түсініп, ал оны журналист ретінде қарастырып, ол жеке пікір ретінде алып, оны бір газетке беретін болса, түсінбестік осы жерден туады. Сондықтан анықтап алған жөн. Facebook'қа келдің, сен кімсің ол жерде? Сен журналистсің ба? Оны анықтап айтқаның дұрыс, немесе көрсеткенің дұрыс. Яғни достар, мен Facebook'тағы осындай, осы жерде қазір қызмет етем, сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды, болашақта пайдалану мүмкін деген бір ескерту болса, немесе жай ғана бір достық ретінде бір ескерту болса, ол көп түсініктірек болады. Түсінбестіктің алдын аласың. Ал егер оны айтпай, бір күні жай бір, мысалы, адам ашу үстінде, эмоция үстінде пікірін жазу мүмкін, Facebook'қа, Twitter'ға, соны алып, кейін оны бір газетке шығаратын болса, онда достыққа сызат түсуі мүмкін. Осындай нәрсе болуы мүмкін. Яғни адам айқындап алу керек. Мен жаңа интернетті қолданып жатырмын, мен кіммін? Мен жай ғана достарым арасындағы дос ретінде жазып жатырмын ба? Жоқ әлде мен кәсіби маман ретінде қолданып отырмын ба әлеуметтік желіні деген сияқты бір түсініктір керек сияқты. Сол үшін шетелде, мысалы, бір медиаға жұмысқа тұратын болсаңыз, тыйым салады көп жерде. Келісім шартына жазылып тұрады. Сіз бізге жұмысқа келсеңіз, сіз Facebook'ыңызды қолданбайсыз деген, немесе Twitter'ыңызды қолданбайсыз, біздің рұқсатымсыз деген сияқты арнайы келісім шартта ол көрсетіледі. Осы нәрсенің алдын алу үшін.